Құрметті менің қадірменді көрермендерім, сіздерге сәжде KZ жайында ақпарат айтайын деп едім. Мұнда көптеген пайдалы ақпараттар бар. Сәжде 2014-те ашылған сайт. Жүктеп алыңыз, сосын сәждені 5 уақыт намазының уақыттарын өздеріңіздің қалаларыңызды жүктеп жазып қойсаңыз, сосын зікірге кірсеңіз, бүткіл зікірде барлық зікірлер бар. Палестина елімізге дұғада болып, зікір айту керек. Мұхаммед саллаллаху алейхи уассаламға үнемі осылай салауат айтып жүру керекпіз. Және де достар, осы көптеген зікірлер бар. Мұнда зікірлерде жаңағы бассаңыз, паузаның үстін бассаңыз оқи алады. Және транскрипциясымен оқып жаттасаңыз да болады. Палестина еліндегі дұғаны үнемі айтып жүремін. Бүткіл мұсылман, жер бетіндегі мұсылман елі тыныш, аман болсын. Алла тағала әрқашанда мұсылмандардың халін жақсартсын деп дұға етеміз. Осы зікір өте пайдалы, және калима үнемі айтып жүруіміз керек. Ла иляха иллаллах Мұхаммаду расулуллах, ла иляха иллаллах деп. Және салауатта бар пайғамбарымызға, Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам. Осы кісіге көптеген салауат айтуымыз керек пайғамбарымызға. Салауаттың пайдасы өте керемет. Және барлық зікірлер осында, осы орталығын бассаңыз, және сәждеде Құран-ы кәрімді ашып оқи алсақ та болады. Мұнда сәждеде жаңағы Құран-ы кәрімді ашып, қазақша транскрипция, орысшасы бар, ағылшынша бар, мен қазақшасына қоямын осылай. Міне 114 сүренің барлығы бар. Үнемі мағанасымен оқысаңыздар да болады. Кез келген ішіндегі таңдап алсаңыз болады. Құран-ы кәрімнің Фатиха сүресінің, міне бисмиллахир-рахманир-рахим. Аса қамқор ерекше мейірімді Аллахтың атымен бастаймын. Альхамдулиллах роббил аламин. Барлық мақтау бүкіл әлемнің Раббысы Аллаға тән. Ар-рахманир-рахим. Аса қамқор ерекше мейірімді деп, бүткіл транскрипциясы, аудармасымен, мағанасымен бар. Малики яумиддин. Қиямет күнінің иесі. Ияка набуду ва ияка настаин. Саған ғана құлшылық қыламыз, және сенен ғана жәрдем тілейміз. Ихдина сиротал мустақим, сиротал лазина ан'амта алейхим, ғайрил мағдуби алейхим валаддалин. Бізді тура жолға сала көр, нығметіңе бөленгендердің жолына, ашуға ұшырағандардың және адасқандардың жолынан емес деп дұға етеміз. Міне қараңыздар, 3 точканы бассаңыздар, бүткіл сүрелердің бәрі бар. 114 сүренің қасиетті Құран-ы кәрімнің. Мен мұнда сосын үнемі оқитын сүрем жаңағы Әл-Уақия сүресін жиі оқып жүріңіздер. Мынау беттері қанша бет бар екен. Осында кез келген сүреңізді оқып, қысқа сүрелер бар, ұзақ сүрелер бар, жаттауға да өте ыңғайлы жасаған. Міне Әл-Уақия сүресін үнемі оқып жүріңіздер. Сосын және Қаф сүресін әр жұма сайын. Сосын Құранды үлкейтіп кішірейтуге де болады. Жазулардың аудармасында осылай 3 точканы басып, транскрипцияны өшірсе де болады. Егер қажет болмаса, тек қазақша аудармасын ғана оқимыз десеңіз, негізі қайдадан қосып қойсаңыз да болады. Негізі өте ыңғайлы жасалған. Алла разы болсын, кім жасаса да жақсы, тамаша жасалған. Сәжде KZ. Барлық зікірлер және Рамазан айынан бөлек нәпіл ораза ұстасаңыздар, міне таңның, күннің қашан шығуы бәрі бар, календарына дейін, күнтізбе. Және құбыланы қалай тексеруге де болады, соны да көрсетіп қойған. Құбыла қайда қарап тұр, қай бұрышқа барып намаз оқуға, егер де басқа жаққа қонаққа барсаңыз, соны тексеріп береді. Міне достар, сәжденің кереметтілігі өте күшті. Ниеттеріңіз қабыл болсын. Алла тағалам барша дұға тілегімізді қабыл етсін. Рахмет достар.
мұнда достар инстаграм парақшасы сәжда ап жүктеп алып пайдалануларыңызға асырыңыздар. Рахмет.